Ми адамның ойлау жүйесі мен сана сезімінің басқарушы тетігі тіршілік басталғаннан бергі технологияның қарыштап дамыған кезеңіне дейінгі аралықта адамзат баласы өзінің осы барометр арқылы едәуір жетістікке қол жеткізді. Зәулім үйлер салып ғарышқа ұшты. Сондықтан бүгін бізде миыңызды дамытатын логикалық сұрақтар. Сіздермен бірге біз бәрі бар арнасы. Номер 1 сұрақ. Полиция қауіпті қылмыскерді ұстау үстінде еді. Алайда қылмыскер костюм кешіне өтіп мейрамханаға кіріп кетті. Осы адамдарға мұқият қарап, олардың қайсысы қылмыскер екенін анықтаңыз. Өз жауабыңызды пікірге қалдырып кетіңіз. Дұрыс жауабы. Мейрамханада француз стиліндегі костюм кеші өтті. Сондықтан барлығы француз стиліне тиісті киім киген. Бірақ бір ер адамның шотланд костюмін кигенін байқасақ болады. Оның киім ауыстыруға аз уақыты болды. Ол қолынан түскен киімді кие салғаны белгілі. Егер дұрыс жауап берсеңіз, лайк басып, әрі қарай жалғастырайық. Номер 2 сұрақ. Қазір сізде бірнеше сурет беретін боламыз. Осы суреттерге мұқият қарап, не дұрыс емес екенін айтуыңыз қажет. Номер 3 сұрақ. Алыс патшалықта зұлым сиқыршы Ханшайымға үйленгісі келді, ал Ханшайым оған үйленгісі келмеді. Содан кейін сиқыршы Ханшайымды ұрлап, оны өз қамалына қамады. Батыр рыцарь Ханшайымды құтқарамын деп шешті. Алайда батырды кіреберістің алдында үлкен 3 басты айдаһар қарсы алды. Рыцарь оның әр басын кесіп тастады. Дегенмен сол сәтте олардың орнына көптеген бастар пайда болды. Рыцарь айдаһарды жеңу үшін не істеу қажет? Дұрыс жауабы. Айдаһардың 3 басы бар екеніне қарамастан, оның бір ғана жүрегі бар, сондықтан рыцарь айдаһардың жүрегін тілеу қажет. Номер 4 сұрақ. Саяхатшы тауға аттанды, алайда оны кенеттен адаса қалды. Тағы біраз жүргенде шатқалға түсіп кетті. Біраз уақыттан кейін жоғарыдан су тамшылай бастады. Біртіндеп су мөлшері артты. Шатқал шамамен 5 метр. Кенеттен жаңбыр ағынының арқасында ұзындығы 2 метр арқан, биіктігі 1 метр тас және биіктігі 1 метр бос ағаш бөшкені тауып алды. Саяхатшы шатқалдан шығу үшін осы заттардың біреуін таңдау қажет. Саяхатшы аман қалу үшін қайсысын таңдайды? Дұрыс жауабы. Су қалай тез келеді? Саяхатшы бөшкеден ұстап тұру керек. Ол оны өмірлік маңызды құрал ретінде пайдалана алады. Осылайша саяхатшы оңай шыға алады. Видеоның соңына да келіп қалдық. Видеоны лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер. Сіздермен бірге біз бәрі бар арнасы.